Сәлем достар, менің каналыма тіркелеміз. Бүгін мен сіздермен қуырыстың рецептісімен бөлісемін. Алдымен бізге керегі шақыратын қонағыңа қарап жасауға да болады бұны. Мен шақыратын қонағым көп болғандықтан 5 жұмыртқа алдым. Сонан соң 5 жұмыртқаға 5 қасық шекер салдым. Онан соң 1 қасық разрыхитель шай қасықпенен. Сонан соң қайнап бірақ суып тұрған судан 5 қасық құйдым. Сонан соң жайлап ұнымды салып, араластырып, қоймалжың болғанша ұнды жайлап сала отырып, арасы іртік-іртік болып қалмау керек. Қамырымыз ұн қалып қалмау керек қамырдың арасында. Жаймен былай отырып, аз-аздан ұнымызды қосып, ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды қайта-қайта басып, жақсылап жұмсақ қамырымызды иінін қандырамыз қамырдың. Сонда қамырымыз жазуға оңай болады. Кейбір адамдар қатты басып қояды қамырды. Сосын қатты болып қамырымыз жаюға ыңғайсыз болады. Кейбір адамдар қолымыз ауырып қалды деп айтады, олар тастай қылып басады. Негізіне қуырысқа жұмсақ қылып басқан жақсы. Бұл рецепті мен анамнан үйрендім, бірақ біздің бала күнімізде бұны қытырлақ деп атайтын. Кейбір жерлі бергелі бидей нан деп атайтын болды. Оны әр жерде, әр өңірлердің диалектілеріне байланысты әртүрлі айтады. Біздің енді қазіргі заман талабына сай үйреніп кеткен атауы қуырыс деп айтамыз. Енді мына жұмсақ иғанған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөліп, жақсылап тағы да үйлеп алып, қамыр жаюға кірісеміз. Қамырымыз жұп-жұқа, ар жағынан күн көрінетіндей жұп-жұқа болу керек. Соны асықпай, өзіміздің баяғы қазақ ата-бабамыздан мен есімді білгелі бар. Осы қуырысты кесетін темірімізді алып, қуырысты кесеміз. Сонан соң май қыздырып, қызып тұрған майымызға жайлап белкімен орап-ойлап ақырындап пісіреміз. Негізіне кейбір адамдарда өзіне бір арнайы кружка шығарып қояды. Сол кружкаға салып, жайылып кетпеу үшін жайлап пісіреді. Менде ондай ыдыс болмағандықтан, мен өзімнің пайдаланып жүрген шағын ыдысыма пісірдім. Жайлап шетінен ала отырып, вилканың шанышқы дейміз, вилка дейміз, басына орап алып, жайлап пісіреміз. Бірақ ыдысқа салғандай болмайды, ыңғайсыз да болады. Себебі ол жайылып кетуі мүмкін, үлгере алмай қалсақ. Жан-жағына қарай қисайып кетуі мүмкін. Бірақ бір шағын өзі ыдыс болса, кружка, ол тіптен нұр үстіне нұр болар еді. Қуырысымыз сонда тіптен әдемі шығады. Қамырымызды жұп-жұқа қылып жайғандықтан үлпілдеп, ауызға салғанда жұп-жұмсақ болып, көтеріліп күшті болып шығады пісіргенде.